Ал армысыздар, бармысыздар менің сүшкілерім. Көптен күткен, сіздер және мен күткен керемет подкастымызды бастағымыз келіп отыр. Бүгін бірінші шығарылым біздің подкастымыз айтылмаған сырлар. Бүгін айтылмаған сырын шертетін бізде любовница. Қазір аяулы жар, сүйікті ана. Енді біздегі подкасттағы басты мақсат кейіпкерді сөгіп, оны осуждать ету емес. Давайте бүгінгі кейіпкердің жан дүниесін түсініп көрейік. Өйткені неге түсіну керексің да сен? Өйткені бізде қоғамда осы тақырып ушығып тұр, бірақтан да оны ешқайсысы ашпайды да бізде. Ал біздің подкастымыздың ерекшелігі, біз осындай тақырыптарды ашып, анық көрсететін боламыз. Мақсат сіздердің миларыңызға бір түйсік ой пайда болу керек та, ой қалдыру керек осы подкаст. Сондықтан да көп созбай, давайте бастайық. Кейіпкердің жасын, есімін біз ауыстыратын боламыз. Бүгінгі кейіпкерге мен Айселина деп ат қойып қойдым. Айселина, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, Айселина менің оқырманым. Енді көп любовницалар маған жазған болатын. Бірақтан да білмеймін, бірден сенің жазғаның менің бір жүрегіме бірден кілт ете қалды. Адамда болады ғой, адамды тартатын бір сөздерінен ақ тартылатын тартылыс болады бір ше, сондай тартылыс болды. Сенің оқиғаңды, сенің әңгімеңді тыңдағым келді бүгінгі подкастта. Енді бірден бастамастан бұрын өзің жайлы қазір айтып кет. Тұрмыстасың ба? Біріншіден саламатсыздар ма барлықтарыңызға. Мені соншама көп оқырмандардың ішінен таңдап алғаныңызға көптен көп рахмет сізге, Айдана ханым. Қазіргі таңда жалпы жасым 26-да, қазір өзім үйде отырған анамын. Бір қызым бар, қазір сол аяулы анам қазір осылай үйде отырған. Өте керемет. Енді қазір барлығы жақсы ма сізде? Қазір шүкір жақсы. Менде ол оқиға 4 жыл бұрын болған. Бірақ қазіргі таңда мен ойлаймын, әлемдегі қалай айтса болады, өте ерекше адамға тұрмысқа шықтым деп айтамын. Өте бақыттымын негізі. Түн жағынан да, басқа жағынан да. Шүкір Аллахқа. Енді қазір бақыттысыз. Давайте енді бүткіл мен түсініп тұрмын, сізді қысыласыз, бәрібір де бірінші рет камера алдында болғандықтан. Бірақ екеуміз тырысайықшы сол момент, сол бір кезге оралуға тырысайық, я? Қалай болды? Ол еркекпен таныстық қалай басталды? Вообще осы бір история неден басталды? Сол туралы айтып кетсеңіз. Осы история негізі осыдан 4 жыл, почти что 5 жыл бұрын болған болатын. Ол кезде менің жасым 19-да болатын. Мен өзім студентпін. Ол кезде бастан бастап қалай айырылған туралы айта берейін ба? Бастан бастап қалай таныстың? Содан бастайық, я? Мен ол кісімен айтып кеттім. Біз караоке барда отырғанбыз. Сол менің қасында подругам болған. Сол кезде біз подругам екеуміз жаңағы үйге қайту керек болды да, сол кезде біз такси шақырдық. То есть такси күтуге шықтық далаға. Сол кезде мен сразу ондай заметила то, что құр адам келіп тұрған жоқ екен, потому что Lexus 570 тоқтады. Такси шақыртқанда ма? Жоқ, біз караокеден шыққанбыз сол кезде. Негіз такси шақырған жоқсыңдар? То есть подругам шақырайын деген ғой, сосын біз бірге түнгі 1:30 болды да. Тоқтата салайық деп ойладым. Тоқтата салайық деп айттық. Сол кезде менде уже сол кезде неттім да, уже қалталы азамат екенін уже байқадым да. Бірден байқадым. Сразу. Потому что сонымен біз квартира жаққа кететін болдық. Тұра тұрыңыз, асықпаңыз. Машина өтіп бара жатып тоқтады ма? Машина біз қолымызды сілтедік, такси тоқтаттық, и солай тоқтады машина. Тоқтады. Ол неспроста. Давайте енді сіздің образыңызға, да? Просто так еркек тоқтамайды да негізінде. Тем более Lexus, да. Қандай киім болды үстіңізде, прическаңыз? Қандай энергияда болдыңыз? Көңіл күйіңіз қандай болды сол кезде?
көңіл күйім өте жақсы болған, өйткені біз енді қыздармен туған күнде отырып жаңағы настроениемен билеп өлең айтып солай шыққаннан кейін енді жаспыз ғой ол кезде. Вот видишь, әйелдік энергияң ұшқындап тұрды. Иә, конечно. Еркектердің көбісі байқаған жаңағы жас қылықты қыздарға резко көңілі ауады. Мен сол кезде соны байқағам. Үстімде енді бір особо бір қатты сексуальный тұратындай киім болмаған ол кезде. Просто қара киім болды, жаңағы жабысып тұрған киім болды. Көйлек. Иә, қара көйлек болды. А шашым кәдімгідей осылай бұйраланған сондай болды. Макияжбен кәдімгідей каблук болды, кстати. Мен елестетіп тұрмын, сен күліп бірдеңе бір күлкілі бір ситуация болмай бір-бірлерімен хахада хи-хи деп тұрған кезде тоқтады, иә? Тоқтады. Сосын сол кезде тоқтады, бізден сұрады, қайда бара жатсыздар, түннің ортасында не істеп жүрсіздер деп приколға резко нетті да, саламатсыз ба деп. Сосын біз айттық, осылай адреске біз туған күннен шығып едік, бізді осылай үйімізге апарып тастайсыз ба деп. Бірақ менің қасымдағы қыз Қапшағайға кету керек болған. Сосын біз айттық та, екі пересадка болады, бірінші мені үйге апарып тастау керек, екінші мына қызды Қапшағайға апару керек деп. Сол кезде біз жаңағы ақшасына бәрін келістік. Сосын біз артында отырдық, оның қасында бір бала отырды. То есть ол өзінің досы болып шықты, біз кейін танысқаннан кейін білдік. Артында отырды, сосын мынандай айнасы болады ғой. Айнасына мен всегда көзімнің алдында ақшыл теммен қатты ағартып қоятын. Сол кезде оны түнге андай шағылысып, көзім жасаурап тұрған сияқты болған ғой. Резко менде содан ол көзіне нетіп қалғанда, воспоминать етіп қалғанда. Сосын менде мына жерінде жаңағы не болатын? Целуй меня деген цепочка болатын, сол кезде постоянно тағып жүретін. И сон резко адам көзіне көрінеді да сол. Якорь. Еркекке бірден есінде қалатындай. Иә. Сосын мен сразу сол кезде байқадым, то, что ол машинаны жай айдап келе жатыр. Мен өзім андай этика, эстетика дегенді особо нетпеймін да. Как попало отырып ана жерде деген аузым көпіріп әңгімемді айтып отырмын. Ертесіне маған жұмысқа бару керек. Өзім студентпін, жұмыс жасаймын ол кезде. Жаңағы ертесіне жұмысқа баруым керекпін деп, шашым жууым керекпін деген кезде ол тоже потом айтып жатыр да, сен сол кезде солай ашықтығың и плюс қарапайымдылығың маған резко баурап алды деп айтты да сол кезде. Оны кейіннен ғой айтқан. Сосын сол кезде мен уже енді маған ол адамның былай нетіп отқанын байқадым да, енді әйел адам сразу байқаймыз ғой, еркектің уже ой кетіп отырғанын. Сразу, потому что айнасынан да қарап, солай қайта-қайта көзбен нетіп отырды да, и мен сразу машинасына қарап, резко сол кезде жаңағы кешіріңіз бір-екі минутқа машинаңызды тоқтатасыз ба деп айтқан болатын сол кезде. Неге? Потому что мен шынымды айтайын, қолығымды қостым сол кезде. Айттым да, кішкене жолдың шетіне тоқтайсыз ба деп. Сосын ол кісі түсінбей қалды, не үшін деді да, қазір менде мына цепочка мойнын тартып жатыр деп, подругама шашымды былай алып, цепочкамды ол қыз шешіп берген болатын. Ренжімеңізші деп кешірім сұрап алдым әрине ол кезде. Сонымен солай болды да, ол уже типа таң қалып қалды, шок болып қалды да, и бір кезде мен машинаның ішінде отыр ғой, сосын уже жүріп мені өзім адресім апарып тастады. Сосын мен сразу білдім, мен точно мына кісі маған кейін жазады деп. бір минут үзіліс. Неге цепочкаңды жаңағы не қылдым дедің? Шашыңды көтерткіздің. Шашымды көтерді, цепочкамды алғыздым, потому что айттым, мына цепочкамен мойнымды кішкене қысып бара жатыр, маған жаңағы подругама айттым да, алып бересің ба деп. Ол қыздың аты Мадина болатын. Ол жерде мақсат қандай техника бұл? Бұл жерде көңіл маған аударшы деген ба? Сондай болды менде. Потому что ол боғауыз сөз бола ма, болмайды ма? Боғауыз сөз. Айта бер давай, как есть ашық. Пиқылдатып тастаймыз. Типа менде мынандай ой болды да, типа нихуя себе, но мен машинамды тоқтатып, сондай типа сол үшін какой-то бір машинаны тоқтатып, соны типа соны алып жатыр ма, үйіне барса да алуға болар ма деген сияқты ой ода қалыптасын деп, мен сол кезде сол әдейі істедім да, соны неге специально істеген болатын, вот соны. Сосын мен сразу уже өзімнен да уверена болдым да сол кезде, потому что мен ол маған көзбе-көз қараған кезде мен оның көзіне прямой былай тіке қарап отырмын да, тіке қарап отырамын, былай жаққа кетіп қалам, солай істеп отырмын. Менде ешқандай күмән болған жоқ. Сонымен ол кісі мен подругамды Қапшағайға апаратын болды. Сол кезде жаңағы кісі менің номерімді сұраған. Ана жаңағы мен подругамнан. И солай мен жаңағы подругам айтқан ғой, мені егер де Қапшағайға тез апарып тастайтын болсаң, саған номерін берем деген.
Так, осы жерде сені бірінші апарып тастайды, одан кейін подругаңды, иә, иә? одан кейін подругамды апарады. Сонымен хорошо деп олар бір енді Қаршайға бір сағат қой көлем негізі машинамен барса, бірақ 30 минуттың ішінде чтобы номер алу үшін тез апарған. Сонымен мен ертесіне жұмыста отырмын, маған жаңа WhatsApp-та номеріме жазады сол кісі. Вот сөйтіп жазып, бізде уже сразу білді мен сол жазып тұрған. Сосын мен подружкам жеткеннен кейін сосын подругам маған жазды, мен сенің номерін бердім деп. Енді қыздардың айласы ғой ол. Уже біз көзбен ана жерде біліп нетіп отырдық қой, сындыру керек, үйту керек, бүйту керек деген сияқты. И потом сонымен солай жазды. Жазған кезде біз уже сөйлесіп бастадық ол кісімен. Кәдімгідей менде дегенде оған симпатия болды, енді симпатичный кісі болатын. Ол адам менен 9 жас үлкен болды. Тартымды жігіт, иә? 9 жастан үлкен болды, бірақ андай ухоженный, өз-өзіне қараған, кішкене жас көрінді сол кезде. Мен бірақ ойладым оны то, что типа өзіммен қатар или ары кетсе арамыз 3 жас деп ойладым, бірақ 9 жас екен. Вот сонымен солай бізде уже нелер кездесулер басталды. Кездесуден бұрын енді қандай сообщениялар болды? Сәлем, қалайсың деп бастады. Мен осылай алдында сіздерді апарып тастаған кісімін ғой деп солай жазып бастады. Сененше бұл маңызды, сенен қандай жауаптар болды сообщенияға? Мен басында сразу ответ қайтарған жоқпын оған. Бір жарты сағаттан кейін қайтардым, потому что енді ол кезде жұмыста болдым. Бірақ енді көрдім негізі келген, примерно сездім, ай осы кешегі кісі шығар дедім да, но бірақ сразу ответ қайтарған жоқпын, типа күтсін деген сияқты. Типа күтсін деген сияқты болдым менде. Мен анау мынау қыз емеспін, меня нужно добиваться деген сияқты. Доступно. Сонымен бір кезде жаңағы енді біз сөйлесіп кеттік, содан кейін мен сол 30-35 минуттан кейін ол кісіге ответ қайтардым. Сонымен уже бізде таныстық басталды. Қайдан боласың, жасың қаншада? Сонымен солай ақырындап уже біз танысып сөйлестік. Сол күні мені резко кездесуге шақырды ол. Бірақ мен ол күні айттым, ренжіме, мен шыға алмаймын дедім. Вот ниетім да жаңағы, чтобы бір емес бір жағынан сынағым келді да ол адамды, чтобы қашанға дейін кездесуге шақырады деген сияқты. Вот содан кейін хорошо деді ол. Содан кейін енді әңгіме барысында нетеді ғой. Ол адам әңгіме айтсай деген кездерде мен андай постоянно қазір қолым бос емес деп оны былай итере бердім да, и оның қызығушылығы маған больше арта берді. Вот еркектер келісесің ба менімен? Еркектерді қаншама былай өзіңнен ары қарай итерген сайын ынтық болады, иә? Ол саған мынау нетіп тұрады, қолын жеткізгісі келіп тұрады. Егер де бірақ сен сол еркектерді негізі сынайды ғой, сынайды қыздарды. Егер де саған бірінші кездесуде резко кездесіп, резко жаңағы қолынан ұстағанда ұстап кетіп, сүйісіп кетсең, олар сразу, значит, мына қыз не то дейді да, резко өз әрекетіне бастайды. Бірақ мен ондай болған жоқ ол кісіге. Так, дальше, одан кейін бірінші кездесу. Бірінші кездесуде бізде жаңағы машинамен келді, үй жаққа алып кетті, сосын бір жерге барып тамақтандық, отырдық. Отырған кезде андай қалай айтса вот, мен постоянно оған жай сөйлейтінмін. Жай сөйлеп, ақырын сөйлеп, асықпай, и оны солай тыңдап отыратынмын да. И ол айтатын, неге сен жай сөйлейсің, ақырын сөйлейсің, білмеймін, мен өзім солаймын деп. Именно ұлдарға келгенде менде сондай болады да, жаңағы кішкене майысып, қылтылдап, сылтылдап деген сияқты. И олардың ойы больше кетеді да саған сол кезде. Вот. И сосын бізде жаңағы ол адаммен кездескен кезде, бірінші кездесуде біз до утра жүрдік. Жаңағы тамақтанып алғаннан кейін. Просто до утра қалада, Алматыда серуендеп, машинамен анда барып, мында барып, солай. Сол бір кездесуде бірден жаңағыдай қолыңды ұстағысы келіп, беліңді ұстағысы келіп. Болды. Бірінші менің ол жаңағы біз атын айта берейін ба? Ол кісінің бе? Жоқ. Бір жерге бардық, жаңағы таудың жоғар жағына. Сол кезде біз қалаға қарап отырған кезде ол кісі мен резко қолына былай мен ұстады да, резко мен былай осылай тұрдым да, резко былай алып алдым. Типа ұстай алмайсың, сен кімсің деген сияқты маған. Сондай оған намек тастадым да. Вот. И сол кезде ол уже резко уже маған нетіп қалды. Былай кішкене болады ғой, бір чупка болады ғой. Оянып сразу есін типа маған тисуге болмайды деген сияқты, мен резко солай қолымды алып алдым ғой.
сол кезде ол одан кейін маған вообще артық не істеген жоқ, жаңағы қолынан ұстаған жоқ, либо құшақтаған жоқ, либо сүйген жоқ, ондай вообще ештеңке болған жоқ. Сосын таңға дейін не әңгіме болды сонда? Бізде көп әңгіме болды. Ол адаммен әңгімеміз таусылған жоқ үшке дейін. Бірақ сол кезде оған жаңағы незнакомый номерлер көп звондады, о кісіге ше. Мен сол кезде енді мен оған ешкім емеспін ғой, олай нете сұрайтындай ештеңке сұраған жоқпын. И звондайды, мен ештеңке сұраған жоқпын. Сосын ол айтты, мен сұрамайсың ба деп. Жоқ, маған типа маған керек емес қой, ол кім звондаса да маған бәрібір деген сияқты солай істедім да. И ол сол кезде де кәдімгідей бүйтіп жаңағы ойланып қалды да. Сосын оның күнделікті жазуы күннен күнге арта бастады маған деген. Мен айттым ғой жаңағы, ол мені 2 рет кездесуге шақырды, 3-шісінде шықтым. Біз жаңағы таныстық болды, танысқаннан кейін где-то 4 күн арасына уақыт салып 4 күннен кейін шықтым. Бірінші кездесуге? Иә, бірінші кездесуге 4 күннен кейін шықтым. Тағы да жаңағыдай тағы да бір тоқталайықшы, өйткені мен неге тоқталғым келіп отыр, еркек адам кездесуде түсінеді да, осы менің адамым либо жоқ деп ше. Сол кездесуде қандай да бір техникаларың болды? Балаша қуанып, секіріп па, жоқ әлде бір дама рөлінде болдың ба? Үндемейтін, загадочная. Иә. Больше сондай болдың ба? Иә, үндемей қалған сондай болдым. Көбірек оны тыңдауға неттім. И ол әңгімесін тоқтамасаң айтты, ішіне бір толып қалған сияқты болды ма? Қай жерде оқығаны туралы айтты, өзінің жаңағы қазір не жұмыс жасайды. Бірақ ол кезде үйлену сұрамаппын. Енді ол маған бойдақ жас болып көрінді ғой, и ол да айтқан жоқ ол кезде маған, что үйленгені туралы. Или жүректен бір күдіктену болды ма? Жоқ, ол потом болды. Басында болған жоқ, Жоқ, вообще басында болған жоқ. Потом сол кезде жаңағы мен оған ашылмаған кітап сияқты болдым ғой. Бір сөзбен айтқанда, чтобы загадочный. Сондай ашылмаған кітап сияқты болдым, типа сен мені зертте деген сияқты. Көбірек оны тыңдап, солай істедім оған. И оған ұнады, еркекті тыңдаған сайынша. Осы жерде бірдеңе айтқым келіп тұр да. Когда мен осыны часто айтам стористарымда, прямой эфирларымда, еркекті өзінің әйелі тыңдамаған сайын, ол еркек бәрібір сыртқа жақын болады да, и ол еркекке оны тыңдай білетін адам керек. И сол көрдің ба, даже сен мысалы қолыңды да тартып жібердің, беліңді құшақтатқызған жоқсың, бірақтан да сенімен әңгіме айтып соншалықты соған риза болғандығы, сені құшақтамаса да сүймесе де қасыңда жүргеніне мәз болды. И оған ұнады сенің тыңдағаның. Онымен еще восхищаться еткен шығарсың да, сондай деп, иә? Ол маған соны әңгіменің арасында айтады, сенмен как будто бір бұрыннан араласып келе жатқан адам сияқты сөйлесіп ашылып кеттім саған. Прям сен прям тянет деп айтты ғой, сен мен кәдімгі тартып тұрсың деді. Сол кезде айтқан, сол күні айтқан, тартып тұрсың. Сенмен бұрыннан таныс адам сияқты араласып резко солай сөйлесіп кеттік деп өзі сол кезде. Одан кейін сен іштей түсіндің, что болды, мен ұнаймын. Иә, сразу ғой. Одан кейін не болды, қалай болды? Одан кейін сол жаңа қайырлы таң, солай деген сияқты әңгімелер. Сол кездесу барысында ол менен сұрады, жаңағы саған қандай жігіттер ұнайды деген сияқты. Сол кезде маған өзіме бұрыннан жаңа романтикаға жақын жігіттер ұнайды, романтичный. И мен сразу айттым, маған романтичный жігіттер ұнайды деп. Мысалы, кездесуде гүлмен келсе, уже сразу намек тастап отырдым да оғанша. И сосын сол күні уже кешке ол маған гүл жіберді. Доставкамен кәдімгідей гүл жіберді. Иә, сол кездес болған күннің ертесіне. Мен оған өткен кездескен кезде айттым ғой, қандай жігіттер ұнайды деген кезде, мен осылай романтик жігіттер ұнайды деп, сонымен солай. Гүлі қандай болды, ал осыған тоқталайықшы. Біз деген гүлге қатты қараймыз, қыздар. Гүл енді жаңағы бір бойының ұзындығында айту маңызды ма? Иә. Гүл ұзын болды, иә? Иә, гүл ұзын, кәдімгідей ұзын болды. Походу 25 штук болды. Роза гүлдер, кстати, қымбат. Сондай гүлдер келді. И сенің сезімің? Резко қуанып, мен оған сразу WhatsApp-тан жаңағы жазып жібердім. Ол басында запискада жаңағы есімін жазып, чтобы саған романтик жігіттер ұнайтын еді ғой деп
күлген смайликпен жіберді да сразу уже жаңағы сездім да уже бұның ойы маған құрдан құр емес екенін түсіндім сол кезде. Ойы серьезный уже. Менде бастапқыда ол жігітпен негізі менде ұнату жақсы көрмес симпатия болды да басында. Бірақ мен ойладым, егер де бәрі жақсы болса, осы жігітпен на будущем нормально, серьезно отношения құрамын деп. Бірақ уақыт өте келе мен одан күмәндана бастадым. Вот неліктен? Потому что менің қасымда отырғанда ол ашылып больше жақсы сөйлеседі да, прям барын ашылып айтады да. Менен бөлек кеткен кезде уже жаңағы ол айтады ғой, үйіме келдім деген кезде уже жазулар да ақырындап уже азаяды да. Сосын мен бастапқыда где-то бір ай уақытқа дейін ол нормально жазып солай жүрді. Нормально жақсы жазып солай болып жүрді. И потом уже бір ай примерно өткеннен кейін үйіне барған кезде ақырындап уже жазуын нетеді да, қалай айтса болады. Жабық па? Жазулары официальный сияқты ма? Жазулары бір жұмыстасымен сөйлесіп отқан сияқты ма? Жоқ, ондай емес. То есть маған енді ол азаннан кешке шейін күнделікті жазып отырды ғой, түнде де. Тоқтаусыз, иә, тоқтаусыз. Просто үйіне кеткен кезде кішкене азайтады да жазуларын, типа не істеп жатсың, мен балалармен PlayStationға бара жатырмын, сылтауларын айта бастады да ол. Мен сол моментте уже сразу әйел адамда болады, интуиция дейді ғой. Мен уже сездім да, то, что мынау үйленген, либо азаматтық некеде тұратын бір ер адам деп мен уже примерно екінші айында мен уже сездім оны. Сосын мен ол туралы информациялар жинаймын. Жаңағы фамилиясымен, Инстаграм іздеймін, ВКонтакте іздеймін, общем, бүткіл жерден. И солай мен оның Инстаграм аккаунтынан жаңағы несін әйелін тауып аламын. Менде андай жаман состояние болды сол кезде. Обидно болды. Біреу алдап жүрген сияқты. Өзімді бір бірақ енді біз 2 айдың ішінде ондай арамызда қарым-қатынас жоқ, вообще болған жоқ 2 айдың ішінде. Потому что ол мен бірінші қолымнан ұстаған кезде итеріп жүргеннен кейін ол маған вообще жақындаған жоқ. Типа біреулерде болады, квартираға шақырады сразу ше, а менде ондай болған жоқ. Иә. Енді осы жерде тоқтайық. Маған эмоцияларың өте маңызды. Қазір әйелінің түрін көрген кезде болады бәрібір іштей сынап қарадың ба? Мынау ма әйелі деген сияқты? Сынап қарадым, иә. Қалай болды әйелі? Оның әйелі бірден көрінеді ғой енді, сүшкі или қатипаш? Сүшкі болған жоқ оның әйелі. Қарапайым екен көрініп тұр ма? ВК-да фотоларын қарадым, сол адаммен 3 жыл ма 2 жылдай уақыт уже тұрмыста екен, араларында бір баласы барын байқадым. Болады ғой енді, шаршап кеткен, жасынан ерте қартайып кеткен әйелді көрдім да мен оның фотосынан. Всего лишь бір баладан да? Иә. Сол фотодан солай мен байқадым. И сосын бірақ мен оған пока үндеген жоқпын. Жаңағы әйелін білгеннен кейін. Сосын ол маған чтобы жазған, либо звондаған, кездесуге шақырғанын күттім. Сосын бір кезде кездесуге келді. Сосын ол айтты, жаңағы тамаққа шақырды, постоянно біз жаңағы тамақ ішуге сондай жерге баратынбыз. Жоқ, ренжімеді, машинада отыра тұрайық деп мен оған сразу айттым. Сонымен сөйлесіп отырған кезде мен ақырын телефоннан жаңағы көрсеттім. Мынау не деп ше? Ешқандай менде ашулану болған жоқ. Енді бірақ мен оған дейін өзімнің эмоцияларым бәрін үйімде жаңағы нетіп алдым да. Шығарып алдым да. И бірақ оған қасына келген кезде қатты мен жиналып бардың. Иә. Қатты айғайлап, сен мені алдадың, айғайға басқан жоқпын да оның қасында ше. Вот. Сол кезде ол ұялғаннан да жерге кіретін тесік таппай қалды, потому что қызарып кетті анау ше. Кәдімгідей уже көз жасаурап, просто кешірші мені деп қана айта берді. Болды. Кешірші, мен сені алдағаныма. Сосын жаңағы сол сөзді ғана қайталай берді. Сосын айттым, менен кешірім сұрамай ақ қой, значит, осылай болу керек болды. Маған просто жаңағы қалай, не үшін мені алдадың, соның бәрін айтпашы деген кезде, ол айтты, мен сені сол бірінші рет көрген кезде, жаңағы отырған кезде сенің көзің мені тартты деді.
потом айттым ғой жаңа көзің жаңа жасаурап тұрған сияқты болды деді да. Иә. И сосын көзің мөлдіреп тұрды, сол резко көзіңмен тартты. И содан кейін жаңағы машинаны тоқтатып, сол істегенің маған жаңа есімде қалып қалды деді да. Осыған дейін әйелі де либо басқа қыздар да олай істеп көрмеген ғой оғанша. И содан кейін ол жаңағы мен жүрегім содан дір етті деді да. И потом содан кейін резко мен сені кездесуге шақырдым, білмеймін, саған тартылдым деді да. Короче, магнит сияқты сен мені тарттың деді. И содан кейін мен саған айтқым келді деді, бірақ айта алмадым. Саған вообще бата алмадым деді. Айта алмадым деді. Айта алмай жүрдім, бірақ мен өзім жаңағы сезгіштік қасиетіммен оны сезіп біліп қойдым. Сол кезде сосын ол айтты. Сосын мен айттым оған сол кезде сразу давай болды, мен мысалы мен де ертең біреудің әйелі бола маған да күйеуімнің бұлай измена жасағанын қаламаймын. Жизнь бумеранг, бәрібір қайтып айналып келеді. Давай екеуміз осы жерден қоя салайық деп мен оған солай айттым да. Просто жақсылықпен осы жерден қоя салайық, чтобы екеуміздің арамыз қатты дальше кетпейінше деп. Енді өзім жүрегім андай қан жылап тұр ішінен, бірақ оны мен оған сездіріп тұрған жоқ болдым ол кезде ше. Сосын ол айтты, сен неге ашуланған жоқсың деп. Таң қалды да. Обычно бұндай жағдайда типа ашуланып, ашуға берігіп, резко жаңа айғайға салып, либо болмаса жаңа көптеген әрекеттерін жасайды, бірақ сен ондайды байқаған жоқпын деді да. Сосын ол сол кезде сразу менің қолымнан ұстап алып, ол айтты, мен сені тоқал қылып алам деп сол моментте айтты маған. Прям сол моментте. Потому что мен сенің қасыңда өзімді жайлы сезінемін деді. Ол маған досконально айтып берді, қалай үйленгендерін жаңағы. Оларда үйленген кездерінде оларда арасында бала болып қалған, яғни қыз залютпен шыққан оған. И солай жаңағы және 20 жасында үйленген екен ол. Значит, залютпен шықса енді екеу жүрген болып тұр ғой. Иә, оған дейін жүрген, 1 жыл уақыттай жүрген. Сонымен сөйтіп екі қабат болып, солай шықтық. Балалықпен ерте үйленіп қойдым деп айтты. 20 жасында үйленіп қойған. 20 жасында үйленіп қойдым деді. И содан кейін бір кезде менде андай бәрібір андай жүрегімде не болып тұрды да, бір ертең менің алдыма келеді ғой, ертең менде сондай ғана бола берді да. Сондай ой келе берді. Сондай ғана ой келе берді, потому что өзім андай кішкене сасқалақтап тұрдым да сол моментте. И сосын ол айтты, мен сенімен деді, жаңағы болашағымды сразу екеуміз сөйлесіп бастаған кезде мен сенімен сразу сол кезде көргем деді. Сол кезде кішкене көзіне жас алып айтты, кәдімгідей неге менің өмірімде, көзіне жас алып, неге менің өмірімде ертерек сен жолықпадың деп солай айтты. Бір әншінің есімін айта жаздадым ғой осы тақырыпқа байланысты. Қандай өлең бар еді? Жарайды, айтпай ақ қояйық. Ренжіп қалар бір кісілер. Жолықпадың ертерек. Сосын, бірақ әрбір сөзі шынымен де жүректен шығып атқан сен сездің, иә? Сезіп отырдым. Потому что адамның істеген ісінен, уже саған сөйлегеннен, вниманиесінен байқайсың ғой, мына адамның маған ойы дұрыс, либо дұрыс емес деген сияқты ше. И сосын ол деген 2 күннің бірінде маған жаңағы үйіме тәттілер жіберіп отырды, клубника в шоколаде, сондайлар. Ол маған сладкая ешка деп сөйтіп еркелетіп, сөйтіп айтатын ғой. Ол маған постоянно. Содан кейін бір жағынан оны да қиып тұрған жоқпын, бір жағынан енді былай айтады ғой, 2 оттың ортасында қалдым менде. Сосын бір кезде ол айтты, шамалы маған уақыт берші деді. Ол солай жаңа ерте үйленіп қойған, бірақ мен айттым да, сен неге бөтен қыздарға қарадың деп мен оған сұрақ қойдым. Жаңа ол айтты сол кезде, мен мысалы үйге барған кезде, например, әйелімнің жаңағы маған көп внимание аудармайды деп солай айтты. Көбіне еркектер внимание жақсы көреді ғой негізі. Көп особо внимание аудармайды, жаңағы бытовухаға кіріп кеткен деді сол моментте. И тек балам деп қана, енді бірінші бала туылғаннан кейін баласына көңілі қатты ауысып кеткен ғой. Қыздыңшы, сол кісінің. Содан кейін жұмыстан барасың, жаңағы үйдің тірлігі, жаңағы анау мынау. И менде андай не қалай айтса болады,
ол әйеліме деген сезімдерім ақырындап суый бастады деді. Мен сол кезде түсіндім то, что ерте балақпен үйленіп қойғанымды деді. И сөйтіп мен ол сол моментте маған айтты, мен негізі екі ойда жүрмін ажырасуға деді. Ажырасуға да? Сол моментте айтты жаңағы. Сосын мен не үшін ажырасуға деп енді сұрадым ғой одан. Потому что бір сөзбен айтқанда әйелім мені түнде қанағаттандырмайды деп айтты. Прям откровенно айтты. Ашық. Бірақ и то біз оған дейін арамызда ондай ештеңке болған жоқ, бірақ соның өзінде де ол сразу солай айтты. Резко уже бізде андай неше түрлі темалар болып кетті сол кезде. Ашық әңгімелер. Потому что мен өзім онымен кәдімгідей ашылып солай сөйлесетін. Сонда келіншегі түнде қанағаттандырмайды, күндіз баласымен қатты беріліп аналық махаббатын береді да, еркек келген кезде оны байқамайды, дәл солай. Еркек үйден жылулық болмағаннан кейін бөтен адамнан іздеді жылулықты. Солай, только мен үйге барамын, только балам үшін ғана деп айтты. Только сол балағына ұстап тұр деп айтты. Сен если сәл шыдап нететін болсаң, сәл шыдайтын болсаң, мен на будущем мен ажырасам деп айтты. Сосын мен конечно айттым, мен олай типа біреудің ортасына түсіп, екеуіңді ажырастырып алып, мен саған тиіп алатын ешқандай ойым жоқ деп сразу момент ашып айтып тастадым оған. Сол кезде ол айтты, просто уақыт берші, уақыт деді. Просто уақыт берші, мен сені жақсы көремін деді. Білем, сен де мені осы уақытқа, осы 2 айдың ішінде құрдан құрмемен сөйлесіп жүрген жоқсың ғой деді. Сен де маған деген бір сезімің бар екенін мен де білем деп сол кезде айтты. Одан кейін не болды? Одан кейін мен сол кезде мен ойланайын дедім. Ойланайын деп, сол мен үйге кеттім. Бірақ енді іште жаман болып тұрды, обидно болып тұрды. Бірақ сол кезде ол бай деп таңғалды ғой, сенің қалай тауып алғаның, жаңағы тауып алғаның, маған осының бәрін спокойно айтып тұрған, еще мен оған бәрін по факту қойып бердім ғой. Сен мынанша жыл үйленгенсің, мынаншада мынандай болған. Әйеліңе де Инстаграм таптым ғой, фамилиясымен аты жөнмен нетіп. Содан кейін жаңағы Инстаграмды сөйтіп көріп неткеннен кейін көрсеттім да енді оған осылай деп. Сол кезде ол қалай таптың деп сол кезде де олтындай таңғалды да. Енді әрі қарай не болды? Ол еркекті кешірдің ба? Қайтып кездесулер болды ма? Қайтып кездесулер бізде қазір айтам бір аптадан кейін. Бір аптадай мен ойлану үстінде болдым. Не істесем болады деген сияқты. И содан кейін бізде бір аптадан кездесу болды. Бір аптадан кездесу болғаннан кейін мен оны жаңағы сынағым келді да, дальше бұл маған сезімі шынайы ма, либо шынайы емес па деген сияқты. И сонымен мен оны кешірдім деп те, кешірмедім деп ештеңке айтқан жоқпын. Бірақ мынандай іште ой болды ма, сені сабаңа келтіру керек деп ше, сен оңбағансың, мен сені өзіме сондай ғашық қылғызып қоямын, и артымнан жүгіресің. Ондай болды, потому что мен жанда кек алу болды да, сен мені алдадың, 2 ай уақытымды, менің қаншама уақытым кетті, мысалы мен сөйлесуім бар, басқасы бар, шығуым бар деген сияқты. И сол уақытты сен орнына қоясың деген менде ішімде сондай бір не болды. Бір кек сияқты қалып қалды, Сосын кездескен кезде кездесу бізде жаңағы кездестік бір аптадан кейін, типа кешірген сияқты болдым, бірақ ол бір аптаның ішінде де мен оны артынан жүгірткізіп қойдым. Сразу оған кездесуге шығып, ондай болған жоқ. Мен оны жаңағы ойланайын деп кеттім ғой, содан кейін мен оны блокқа тығып тастадым барлық жерде. Барлық жерінде дегенде только бізде WhatsApp қана болатын, WhatsApp-тан блокқа тығып тастадым. И номерінде маған звондай алмайтын қылып тастадым. И ол мен каспиіме жаңа ақша салып, кешірші мені шығаршы, соңғы сөзімді айтайыншы деп, ол маған каспиіме сөйтіп салып отырды ақша. Сосын где-то сөйтіп 3 күндей жүрдік біз. Мен өзім тоже ойлану үстінде болдым, жаңағы подругамен ақылдасым деген сияқты, не істейін деген сияқты. Бір жағынан ақша капает. Ол кезде енді студентпін ғой, керек ақша, әрине. Сосын ол маған айтты, сосын мен оны шығардым, подругам айтты, шығарып көрші, не істер екен, сенен бұл кетар емес қой, давай көрсей, может хотя бы ақшасын аласың деген сияқты. Сондай болды. Сосын мен оны сөйтіп шығарып, сол бір аптадан кейін кездесуге шықтым. Кездесуге шыққан кезінде жаңағы
хорошо дегенге келтірдім да, бірақ нақты айтқан жоқпын жауабымды, типа мен сені кешірдім деп. Сонымен ақырын бізде сөйлесулер сондайлар қайтадан басталды. Кездесулер. Иә, сосын сол кездерде жаңағы мен де оған айттым да, то что өзімнің не қыз емес екенімді айттым да оған. Вот мен де жаңағы қыздығымнан айырылған кезде менде тоже сондай цель болған. Қандай цель? Еркектерден кек алам деген. Негізінде бірінші жігітің ғой, иә, ол қыздығыңды алған. Ол сені тастап кеткен болатын ба еді? Жоқ, мен ол кезде 11-ші класс оқып жүргем. Енді постоянно сондай отношениеге арамызда болды да енді, бірақ болды деген кезде ол адам мен жаңа еркімнен тыс алды да, қинап. Бірақ мен потом соны зерттедім, гинекологтарға барып жаңағышы зерттеген кезде оказывается қыз бала өзі қаламаса қыздығы болмайды екен. Менде ол кезде типа қыздық болмады да, қан ақпады менде біріншісінде. Бірақ ол типа мені кінәлай беретін. Сен типа қыз емес, мынау деген сияқты. И ол абьюзер болды. Негізі мен осының алдында мен не үшін ондай менде болды айтайын. Мен жаңа бірінші сондай болған кезде мен 1,5 жылдай где-то не болып жүрдім. Тек қана жігітім айтқан тыңдап, жертва состояниеде болып жүрдім. Тек қана енді типа осы ғана алды, мен осыған ғана тию керекпін деген миымда сондай установка болды да менде. И содан кейін уже оның мені сыйламағандығын жаңағы ең соңғы қатты бір болған история, ол мені қол көтеріп жүрді жаңағышы. Ол қыздық алып болғаннан кейін. Иә, сондай уақыт өте келе уже мені сыйламай бастап солай қолын көтеріп жүргеннен кейін сол кезде менде андай типа осыдан басқа жігіт жоқ па, типа тесік моншақ жерде қалмайды деген мен ондай ұстанымды алдым да. И содан кейін резко оны мен өзім тастадым. Болды, мен сенімен вообще ара қатынасын бәрін үзем, потому что енді ол маған қолын көтеріп тұрса, қазірден мысалы да, алмай жатып, үйленбей жатып қолын көтеріп тұрса, маған ондай еркектің не керегі бар деген сияқты да. Енді осы жерден мен кішкене түсіндіріп өткім келеді, өйткені сенің тағдырыңды қайталаған, болашақта қайталамасын деп мен айтып кеткім келеді. Қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Біріншіден, қыздық барлығында 100% шықпайды. Шыққанда ол қыздық болады, просто біреуінде жұқа болады, біреуінде қалың болады. Сосын екінші фактор, қыз баласы қозған кезде, қозу процесінде өте көп выделение болған кезде, и так жіңішкеленіп тұрған қыздық пердеңіз одан сайын эластичный болады да, и кірген кезде бірден қан ақпайды. Немесе қан ақса да ол жаңағыдай ашық айта берейін, әпшудің ішінде қалуы мүмкін да, ол қан. Одан кейін барып көзге көрінбейді. Маленькая вот просто капелька. Сондықтан да ондай ой болмасын. Біріншіден зерттеңіздер өздеріңізді. Қыз болсаңыз да 100% барлық қыздық қан ағады деген сөз емес. Біреуінде ағады, біреуінде ақпайды. Біреуіне грубо кіргізген кезде ол қан көп мөлшерде ағады, а біреуінде ақпай қалады. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан ол еркектің санасыздығы, егер еркек сен қыз емессің деп сізге жаңағыдай кінәрат артатын болса, ол еркектің санасы төмен деген сөз. Онда еркектен мүлдем қашу керек. И вообще, я вам всем посоветую, құлақтарыңызға гүл өсіріп отырған әрбір ер азаматқа сеніп, қыздықтан бірден жаңағыдай қыздығыңызды беріп, сол бір азаматқа берілудің жақсы көріп, жаңағыдай бар басыңызбен, жүрегіңізбен, өзіңізбен жақсы көрудің қажеті жоқ ер азаматты. И сенудің қажеті жоқ. Өйткені, тағы да айтып кетейін, қыздықты берген кезде сен ол адамға тәуелді болып қаласың. Как будто сені ешкім алмай қалатындай, как будто жалғыз қалып қалатындай. Естеріңізде болсын, сізді сүйетін еркек ол сіздің қыздығыңызға да, дене бітіміңізге де, ештеңеңізге қарамайды, балаңыздың санына, ажырасқаныңызға. Сүйетін еркек бірден сізді алады и бақытты қылады, просто так алып қоймай. Сондықтан жертва состояниесінен жаңағыдай шығып, ақылмен, оймен ол ер азаматты таңдаңыздар. Дальше продолжаем. Бірден келетін сұрақ, менің санама сұрақ келіп тұр да. Сіз толық отбасы ма сізде? Иә, толық отбасы, бірақ әкем қайтыс болған. Сол моментте сен қыздығынан айырылған кезде әкең бар ма еді, жоқ па еді? Бар еді. Бар еді.
неліктен ол еркекке бірден сену болды сенде? Вот тот самый человек деп неліктен? Басында енді махаббатын берді ғой саған, ашылып, кәдімгідей сені өзіне тартты. Бір сол моменттерде бір махаббатқа зәру состояниесі болды ма сенде? Мен ол кезде қалай айтсам, енді 11 класс 11-ді бітіріп жатқан кезім ғой. Кішкентайымнан әкелік мейірімді, ағам болды, но ағалық мейірімді көрмей өстім да. Сол 11 классты бітірейін деп жатқан кезде сол жігітпен танысып, сол жігітке сендім. Әкелік махаббатта аз болды, мамаңмен ше? Мамаммен бұндай тақырыпта мүлдем сөйлеспейтін. Ашық сөйлеспейсіңдер. Ашық сөйлеспейтін едік. Ол түсінікті. Давай, енді кішкене алға жылжиық. Прошлойда айттық, енді жаңағы сәтке тікелей келейікші. Сіздерде жыныстық қатынас болды ма? Жаңағы жігітпен, еркекпен? Қай? Енді сен оның любовницасы болдың, Болды, Болды. Сол моментке оралайықшы. Қинап жүрдің, мен түсінем, ол жігіт уже ғашық, ол уже түсінікті. Қай кезде болды, қай кезде болғанда, қанша кездесуден кейін уже ол кезде бір-бірлеріңе жүректеріңді ашты, сен де оны ұнаттың, Уже мен оның ерлі-зайыпты екенін, үйленгенін білдім. Білгеннен кейін бізде уже сол кезде кәдімгідей полный история ашылды. Екі жақта да, Екі жақтан да мен де айттым, мен де сені ұнатам, мен де сенің жібергім келмейді деген сияқты сондайлар болды. Жаңағы мен алдыңғы сәтке оралатын болсақ, енді мен сөйтіп қыздығымды алып неткеннен кейін менде сол кезде жаңағы еркектен кек алам деген сондай мақсат болды да. Еркектерден кек алу мақсаты. Полный кек алам. Менің мынау жігіт өмірімді құртты, мен де басқалардың өмірін құртам деген сияқты менде сондай установка болды. Содан кейін болады ғой адамға бір бауыр басу деген сияқты. Жаңағы кісіге мен сол бауыр басып, енді сөйлесіп, постоянно енді ухаживать етіп жүргеннен кейін кішкене бауыр басу да болды, сондай болды. Сосын ол айтты маған, ол кісі маған просто шамалы уақыт бер, мен онымен ажырасып, сені жаңағы өзімнің екінші әйелім қылып алам деп айтты. Дәл солай айтты. Мен айттым, менің кесірімнен сенің ажырасып кеткеніңді мен қаламайын деп айттым. Ол түсінікті. Одан кейін уже бізде ең алғашқы енді жыныстық қатынас па? Ең алғашқы жыныстық қатынас бізде болды. Сол моменттерде менде тоже андай осының басына айналдырып алу ойыма келді. Ұятты болса айтайын, порно сайттардан қыздардың қалай отношения жасайтындарын мен бәрін қарап, өзім изучать етіп алғам. Іс-әрекеттерін, қалай қимылдайды түнде. Сондайлардың бәрін ютубтардан қарап, жаңағышы неше түрлі сайттар бар ғой. Сатып алатын сайттар, соларға бәрін сатып алып, жаңағы қарап, мен сол туралы зерттей бастадым. Мен білем, то, что еркекті төмен ұстайтыныңды. Уже ол кезде білесің. Уже білем, уже кішкене опыт бар ғой. Опыт бар болған кезде сен ол кезде қара қыздық пердеңнен айырылғаннан кейін бәрібір опыт жоқ қой, или болды ма сенде қарым-қатынас? Жоқ, болған жоқ. Вот сенде опыт жоқ, сен просто қарадың видеоларды. Сол видеодан айтып жатқаным ғой. Өзім андай сенімді болдым да, сол видеоларды көріп алып, типа осылай жасаймын деген сияқты. Солай сол видеоларды көріп, сондай енді біз ол сразу жаңағы ол айтты, мен сенімен, то есть, яғни болғанды қалаймын деп айтты. Ашық түрде айтты. Енді ол өзі айтты, кішкентай бала емеспіз ғой, давай откровенно болайық деп. Сонымен бір кезде хорошо деп мен келістім. Сонымен сондай бір номер алып, сонымен сондай жағдай болды арамызда. Болғанда тұра, сен өзің де қалап тұрдың. Қаладым. Адам, енді әйел адам организмі қалайды ғой, бір рет төсек көргеннен кейін. Оған дейін сүйіс болып жүрді, құшақтасып, сөйтіп жаңа уже қозу процесі болды ғой, болды, кездесулерде. Одан кейін ол не істеді? Жалдады ма? Не жалдады? Гостиницаға барды. Гостиница, енді сен айтып бер, осы бізге қызық енді бар ғой. Сенің үстіңде не болды? Оның үстінде енді болмады, это понятное дело. Сенің үстінде не болды? Менің үстінде қызыл не болды, жаңағы сексуальный нежный бельелер болды. Қызыл әдейі. Именно сол түнге мен в общем айтқанда тура сіздің дайындалдың. Якорь. Кәдімгідей қатты дайындалдым. Бүткіл жеріме. Вау!
әңгіме қызып келе жатыр. Я обожаю, осындай әңгімелерді жақсы көретінім бар. Так, сенің үстіңде қызыл, Иә. өте андай сексуальный, әдемі белье, иә. Чулки болды ма? Чулки ол кезде болған жоқ. Ол кезде бар ғой чулки, өзің кимегенсің ғой. Иә. Жоқ, кейінгілерінде енді болды. Кейінгілерінде мен уже тоже сондай киімдер алып, жаңағы неше түрлі кімге арналған киімдер алып, енді сразу біріншісінде емес енді. Тұра тұр. Сен киіндің, сосын уже киініп алып алдына шықтың ба? Жоқ, енді біз жаңағы гостиницаға кірдік. Иә. Кіргеннен кейін бастапқыда тамақ сол жаққа заказ беріп, енді сразу енді неғып кетпейсің ғой енді. Тамақ заказ бердің, әңгіме айттың. Иә, иә. Көрсейшін, маған қызық болып тұр ғой. Киіндіп шықтың алдына, иә? Енді сүйісу басталды да енді. Жоқ, сен просто мен ойлап тұрмын да, сен андай как Жоқ. супер не сияқты бейт Жоға, шаш жүрген кезде билей отырдың ба, или қалай жоқ, болды? олай болған жоқ. Енді ішімнен миллион кек келдім ғой. Ойбай, соған ми жетпейді ғой, біздің айтпайсың ба сөйтіп. Иә. Ішінен кекеп, енді ақырын бастаған кезде енді жігіт сені шешіндіреді ғой, енді өзің шешінбейсің ғой. Жігіт шешіндірді, сондай солай басталды. И сол моменттерде енді дауыс жағына келгенде мен вообще қысылмай одан емін-еркін болдым да. Барлығы страстно болды жаңағы жерде, иә? Иә, потому что қалап тұр, көріп тұрсың. Иә, потому что енді менің өзімде де оған дейін біраз уақыт ара қатынас болмағаннан кейін сен де енді қалап тұрдың ғой, мен түсініп тұрмын. Одан кейін барып енді эмоция кетті сен жақтан, иә? Ол жақтан эмоция болды ма? Ол жақтан дауыс шықты ма? Иә, шықты. Ол жақтан ол айтатын қалай айтса болады, ода бір кішкене тез бітіріп қою болатын да. Одашы. Сосын мен сұрайтын, неге сен тез бітіресің деген кезде, ол қатты кайф ұстағаннан мен тез бітіріп қоямын дейтін. Ол біріншіден сені қатты қалап тұрды, екіншіден жақсы көріп тұрды. Маған жазатындарын білем, қатираштар, қатипаштар, жазбаңдаршы. Ғашық болған кезде еркек бірден тез бітіру процесі болады. Өйткені қатты қалап тұрды, қатты жақсы көріп тұрды, полностью чувствовать етіп тұрды сені, сезініп ше. Сен еще бірден айтыпсың, иә? Неге сен тез бітіресің? Вот. Қаншама әйелдер бар, еркектеріне осы сұрақты қоямай жүрген, тез бітіреді, не істеймін деп ше. Арамызда сол жағдай болғаннан кейін енді ол где-то 10 минуттың ішінде 10 минутқа даже жетпейді, примерно солай болды да. Сосын ақырын былай сөйлесіп жатқан кезде сұрадым да, сен неге тез бітіресің деп. Маған ұнамайды деген сияқты. Вау. Бірден сразу айту. Сендер әлі жүрсіңдер еркектеріңе неге деп осы сұрақты қоюға ұяласыңдар ғой. Өз күйеулеріңнен айналайын, сен қоймай жүрген басқа қатындар қояды, сұрақта нормально. Өлтірмейді сен, қойшы осы сұрақты. Неге тез бітіресің деп. Так, одан кейін жаңағыдай жауабын алдың. Одан кейін екінші рет қосылу болды ма біртінде, или бір болды, сонымен бітті ма? Жоқ, до утра болды. Заряжается и обратно. Сен де кетер емес. Иә. Енді ашық айту керекпіз ғой, біз любовницаның техникаларын білу керек. Неліктен айтпасқа да? Сол моментте енді өзім жаңағы қаламай тұрсам да иногда болады ғой, бірақ всегда оған беретінмін всегда. Бізде көп әйелдер мынандай ғой, типа шаршап тұрып, үйде көбіне үйге энергиясын жұмсап, түнге келгенде нетіп қалады, шаршап қалады да, и жаңағы особо бермейді, жақындатқызбайды. Менде ол сол уже бізде арамызда бір сол нәрсе болғаннан кейін ол күніге прям маған келетін болды. Қазір мен сізге айтайын ба, мен сол кезде қыздармен квартирада тұрып жүргем, сол моменттерде как раз карантин уақыты келді, сол кездерде. Енді арада уақыт өтіп атты, и мен өзімнің ауылыма кеттім. Ауылыма кеткен кезде ол енді бізде андай блокпосттар болады ғой, ауылмен қойылды ғой сол кезде. Өзі мен ауылыма кетіп қалған 2 күннен кейін ғой деймін, где-то өзі сол блокпосттардан келіп, ақша беріп өтіп, мені алып, и сенесіз ба, сол кезде біз квартираның бәрін сдавать етіп кеткенбіз ғой. Енді жұмыс жоқ, жаңағы не жоқ. Оқудың бәрі тоқтап қалғаннан кейін біз кеттік ауылға. Сол кезде өзі сенесіз ба, мені квартираға тұрғызып, барлық жағдайымды өзі жасап тұрды. Сол кезде. И өзі келіп тұратын сол кездерде маған. И сол моменттерде ол уже заявлениесін жазып ажырасуға. Сөйтіп ажырасуға уже сол моментте заявлениесін жазып тастады.
бірақ мен оған всегда айтатын, ойлан, типа мен өзімді андай бір иногда кінәлі сезінетін сияқты болдым да, типа менің кесірімнен ажырасып жатыр ма деген сияқты. Ол айтты, жоқ, ол сенің негізі бұған нең жоқ, то есть дымқатысың жоқ. Просто сен маған көзімді ашу үшін келіп тұрған жан деп мен сені ойладым деді. Сосын айта кететін нәрсе, мысалы біз кездесіп отырса, иногда оның әйелі звондап қалатын. И сенесіз ба, бір звондағанда тоқтамастан звондайды ғой, прям. Звондай береді, тоқтамайды. Анау алады, тупо телефонын режим полетқа қойып тастайды, и все. И күнін барлығын менімен өткізеді. Әйелі сезіп тұр ғой оның әйелі қазір оған барамыз. Әйелі сезді ғой. Әйеліне ол нагло айтты, менің басқа барып жүрген қызым бар деп. Оның әйелі маған жазды, біз сөйлестік, тіпті кездескен болатын. Вау, осы жерін мен сізге осыны жазып едім ғой, осы иә. Ал әйелмен қосылып жүрдіңдер, әйел біліп қойды. Сөйтіп сені кездесуге шақырды ма? Не деді вообще, қандай сообщение жазды саған? Короче, кездесуге шақырма деген кезде бізде былай болды. Мен бір күні үйде жатқан кезде как раз карантин уақыты, и ол кісі маған үйіме келем деді, и оның інісі болатын, інісімен мені таныстырған, туған інісімен. Жаңағы кісінің өзі. Чтобы бұл менің жаңағы сөйлесіп жүрген адамым, болашақтағы адамым деп мені таныстырған болатын, сол өзінің туған бауырымен. Әйелі ма? Жоқ, әйел емес, жаңағы мен сөйлесіп жүрген жігітті айтып жатырмын. Иә, таныстырды? Таныстырған. Сол уақыттардың арасында мені таныстырған болатын да. Түсініп отырсыз ба? Дүмсіген жоқпын басынан бастап. Мен вообще ана әйелмен уже кездесіп, уже не істеп жатыр, сол жақта ойым ұшып кетті. Негізі оған дейін біз сөйлесіп жүрген кезде таныстырды да, маған бір номермен звондады, сендер осылай бүгін кездесесіңдер ма, саған барам деді ма деп, бір еркек бала. Сосын мен, ол маған келем деген, осылай деймін. Сосын бір кезде, хорошо, қай жерде кездесең деп жатсыңдар деді. И мен сол кезде айттым да, енді ол өзінің, мен соның бауырымын ғой деп атын айтты, мен сразу таныдым да, и соған мен адресімізді айттым. Ешқандай артық ойың жоқ, арам ойым жоқ, резко айттым. Бірақ оказывается, ол өзінің әйелі кластасына звондатқызып бізді әдейі типа нетіп тұр екен. Біліп алғысы келіп тұр, біліп алғысы келіп тұр. Енді біліп тұр ғой, ол менімен сөйлесіп жүрген, но мені ол просто айтты, ол маған жазған кезде мен оған ештеңке деген жоқ, просто былай айтып қайтардым, байыңа ие бола алмаған өзіңнен көр дедім да, просто ответ қайтармадым мен оған. Ол жазды маған, жаңағы жаляпсың, анаусын, мұнаусын, қарағады сілер өйтті бүйтті. Мен оған вообще ответ қайтарған жоқпын. Сосын бірақ мен ол кісі жаңағы өзім сол жүріп жүрген жаңағы жігітке айтқан кезде ол айтты, сөйлесе бер, қалағаныңды айтсаң айта бер, мен саған қарсы емеспін деді. Сөйлеспе деп айтқан жоқ па? Жоқ, сөйлеспе деген жоқ. Сөйлесе бер, бәрін айта бер, мен саған қарсы емеспін. Мен ештеңе одан жасырмаймын. Қаласаң мен сені өзімнің әке-шешемнің алдына да апара аламын деп айтты сол кезде. Сосын біз жаңағы бір отделениеде тамақ ішіп отырған жерімізден оның әйелі кіріп келеді. Біз отырмыз осылай міне. Сол кезде кіріп келді. И мен де айтып отырмын ғой, мен өзім негізі андай духовиспін да. Сен уже көріп қойдың ба сонда? Көрдік біз әйелімен прямой осылай. Әйелі келді ғой. Сосын әйелі бір кезде уже резко маған қарай бүйтіп атлайын деп жатыр да. Резко саған қарай бұрылып келе жатыр уже асығып, Бізді келді, не істеп отырсың сенікі деп анау күйеуіне қарай айтты. Сол кезде күйеуі резко тұрды да, ол мені ұрайын деді. Резко қолмен былай ұстап қалды. Прям кафенің ішінде. Енді әйелі сені ұрайын деді? Әйелі мені ұрайын деді, бірақ ол еркек резко тұрып мені қол жөткізбей ұстап қалды. И резко қолынан ұстап сыртқа шығарып, прям енді ана ситуацияны айтсам, мен өзім сол кезде көзіме жас алғам. Әйелін прям шашынан тартып тұрып, сол жерде бір сөзбен айтқанда быт шашарып ұрды. Прям менің көзімше. Сыртта болды ма ол? Кафенің сыртында болды, Артына қарай алып шықты, Жоқ, прям тура кафенің сыртында оған. Адамдар ше өтіп жатыр. Адамдар қарады. Бізге адамдар келді. Ана жерде хайвай ана жақта неше түрлі жағдай отыр. Мен ортаға түсіп отырмын. Қойсайшы, әйел адам ғой, ұрма. Шашынан тартып тұрып ұрып жатыр, Шашынан тартып, прям
сол моментте енді ол бізді солай біліп қойды ғой. Как Иә. раз сол кезде мен оған айттым да, сенің маған братишкаң звондады ғой, не үшін звондады деп сұрадым. Сосын ол қандай братишкаң деді, маған братишкам саған звондаған жоқ қой деді. Ол не істейді ғой, кімсің қай жақта келісетініңіз деді да, прям. Иә. Сосын бір кезде жоқ маған звондады, вот қара деп мен номерін көрсетемін. Сол уақытта бір где-то 1,5 сағаттан кейін сол кісі жаңағы әйелі кіріп келді. Сол кезде біз уже сразу уже білдік. Жаңағы сол өзінің несін айтты, жаңағы оңбағансың еді, ана жерде барлық адамдар бізге қарады, енді шынымды айтсам Бүткіл елдің көзінше айтқан жоқ па, сен жәлепсің анау сыртқа шыққан кезінде айғайлады. іште айтқан жоқ, Жоқ, ішінде айтқан жоқ. Енді ол сразу маған қол көтеріп жатқан кезде ана ер адам тұрып резко алып кетті ғой оны сыртқа. Иә. Сыртқа алып кеткеннен кейін сол кезде қырғын айғай болып жатыр, охранник келіп жатыр ана жақта деген, өзім дірілдеп кеттім, өзімді жаман кінәлі сезіндім. Сол кезде уже мынау потолок болды дедім ғой. Ол мені қорғап тұр да, әйелін емес. Сол кезде айтты да, мен прям жігіттің өзі айтып жатыр да, мен сенімен ажырасам, уже андай ажырасуға заявление тастағаннан кейін бір 3 айдай ма қаралады екен ғой. Сразу ажыраспайды. 3 айдай қаралып жүрген уақыттарда ғой осы история болған. Мен сені сүймеймін деп айтты ма? Мен сенімен ажырасам, мен сені сүймеймін, сенен ала алмаған ләззатты мен осы адамнан алдым деп прямо нагло айтты сол кезде. Сол кезде енді қатты айғай шу қырғын болдым. Содан кейін ол әйелі жаңағы таксиге салып жіберді. Мен сенімен үйде сөйлесем деп. Анадан кейін менде ешқандай настроение де жоқ, енді не болады деген Әйелі сияқты. жылап кетті. Әйелі жылап кетті сол кезде. Прям өзім, енді шынымды айтайын, өзімді өзім бір жаман сезіндім, андай бір іштей бір кінәлау сезімде болды. Мен сол кезде андай кәдімгідей уже все уже мынау уже жетер жері жетер жері болды. Енді ол уақытқа дейін енді мен ол деген жағдайым жасап жүрді ғой. Былай қарағанда мен енді ақша үшін почти что мен сол моментте түсіндім да, чтобы ол мен барлық жағдайым жасап жүрген комфортқа мен үйреніп қалғанымды сол кезде білдім. Бірақ оны да жаңағы түнде қанағаттандырып жүрдім. Оны